Барлығына сәлем, менің атым Нұрдана. Бүгінгі видеода IELTS тақырыбын жалғастыратын боламын және әрбір секцияға қалай дайындалғанымды бөлісемін. Сонымен қатар сізбен де бір қысқа лайфхактармен бөлісуге тырысамын. Ең бірінші бөлім бұл бізде listening. Осы жолы IELTS тапсырған кезде мен ең бірінші 8-де 0 балл алдым, ал одан кейін one skill retake жасағаннан кейін 9-да 0 болды балым. Мен алдыңғы видеода айтқандай ағылшын тілінің деңгейін көрсетпейді IELTS. Енді әрине деңгейді көрсетеді, бірақ кейбір кездері сіз жай назар аудармағандықтан жауабын өткізіп алуыңыз мүмкін listeningда. Менде бірінші тестті тапсырғанда солай болды. Сондықтан мен 9 алу үшін қайтадан тапсырдым. Және осы жолы дайындалғанда, шынымды айтсам, listening мен reading секцияларына мен дайындалған жоқпын. Аса қатты жай бір апта ішінде тесттерді тапсырып жүрдім, и менде результаттары өзімді қанағаттыратындай болды. Сондықтан қатты дайындалған жоқпын, және мен ең алғаш рет IELTS-қа дайындалғандағы өзімнің техникаларымды, тәсілдерімді көрсететін боламын. 3 жыл бұрын listening-ға дайындалған кезде мен YouTube-тан IELTS Listening Practice Test деп жазатынмын. Сонда маған әртүрлі тесттер шығып тұрады YouTube-та видеомен, сосын соңында жауаптары бар. Сондайды аптасына 3-4 рет істейтінмін. Мысалы, ноутбугымды ашып қосып қоям, сосын тыңдап отырып өз дәптеріме жауабын жазып отыратынмын. Ал қазір, егер сіз компьютер-based тапсыратын болсаңыз, онда Engnovate деген сайттан пробный тестті істесеңіз болады. Ол жерде сіз мысалы қағазбен жазып отырмайсыз, дайын барлығы компьютерда печатать етіп отырасыз. Егер компьютер-based тапсыратын болсаңыз, солай дайындалған дұрыс. Ал paper-based тапсыратын болсаңыз, онда мен айтқандай YouTube-тан қосып дайындалсаңыз болады. Және сіз егер сөздерді listening барысында түсінбей жатсаңыз, онда сол тестті тыңдап тұрып, 1-2 секунд артқа жылжытып қайттан тыңдаңыз. Кейде сіз жай дұрыс назар аудармай қаласыз, мән бермей қаласыз, сосын жауабын естімей қалуыңыз мүмкін. Немесе ол сөз сізге түсініксіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан тестті ары-қаратай тыңдамай, мен кеңесім артқа жылжытып, соны қайттан тыңдау. Егер екінші рет тыңдағаннан ұқпай жатсаңыз, бірнеше рет тағы тыңдай беріңіз. Ал егер одан кейін тағы сізге түсініксіз болса, онда ең соңында транскрипт көрсетіледі, аудионың немесе дайын жауабы тұрады. Сол кезде жауабын оқып қарасаңыз болады. Мүмкін ол сіз бұрын соңды кездестірмеген сөз болған шығар. Солай дайындалу керек. Енді listening мен reading-қа ең бастысы жай көп практика жасау керек. Пробный тесттарды істеу керек. Сонда сіздің деңгейіңіз де көтеріледі. Listening мен reading-ға да үйренетін боласыз. Сондықтан тек практика. Қосымша IELTS listening-нан бөлек басқа бір фильмдар қарасаңыз болады. Субтитрді қосып бірге тыңдап отырсаңыз болады. Немесе автобуста, егер университетіңізге, немесе мектебіңізге, жұмысыңызға бара жатқан кезде өзіңізге қызықты тақырыпта подкаст тыңдасаңыз күшті болады. Келесі reading. Reading бұл маған бұрын өте қиын секциялардың бірі болатын. Reading маған ең қатты секциялардың бірі болатын. Себебі ол жерде 3 үлкен академический текст болады. Сіз оны оқып, жауап беріп, 60 минутта бәрін үлгеру керексіз. Ал мен бұрын 2 текстті 60 минутта әрең оқып үлгеретін, сондықтан маған қиын болатын. Ең бірінші беретін кеңесім reading-қа дайындалғанда, егер сізге тексттерді оқу қиын болып жатса, онда оны 60 минут уақытқа істемеңіз. Жай жалпы тестті түсініп, тапсырмаларын өзіңіз үлгеретіндей уақытта бірінші істеп көріңіз. Ол 2 сағат болуы мүмкін, 3 сағат болуы мүмкін, бірақ сіз солай текстті түсініп, тапсырмаларды түсініп істейтін боласыз. Сосын тестті істеген кезде өзіңізді міндетті түрде тексересіз, сосын дұрыс жауаптарын қарайсыз. Тағы да Engnovate деген сайтта ол жерде дайын жауаптарын сізге көрсетеді. Яғни сізге жауаптарын ол жерде түсіндіреді. Сонымен дайындалған өте күшті. Мен өзім осы жыл дайындалғанда тоже сол сайтты қолдандым. Немесе paper-based тапсырсаңыз, интернетте өте көп Cambridge IELTS тест деп жазып, распечатать етіп, қағазбен осылай істесеңіз болады. Сосын жауаптары да бар интернетте, сонымен тексересіз.
тексеріп болғаннан кейін өз қателеріңізбен анализ жасау керек. Қандай тапсырмаларда мен ең көп қате жіберемін. Мысалы, менде ол matching headings болатын, яғни әртүрлі параграфтарды бір аттармен сәйкестендіру керек болды. Мен үшін сол қиын болатын, сондықтан мен тек сол тапсырма түрімен бөлек айналысатын. Мысалы, IELTS Liz деген сайтта әрбір reading тапсырмалары бойынша бөлек тапсырмалар бар. Сіз сол сайтқа кіріп, дәл сол тапсырманы, мысалы, matching headings деген көп тапсырмалар тұрады, солардың барлығын істеп шықсаңыз болады. Сонда сіз өзіңізге ең қиын тапсырманы прокачивать етесіз, оны дамытасыз. Және кейін үлкен тесттерді істеген кезде сізге ол бұрынғыдай қиын болмайды. Matching headingстан бөлек өте көп түрлері бар readingта тапсырмалардың. Сондықтан оны да IELTS Liz веб-сайтынан оқысаңыз болады түрлерін, немесе Google'дан іздеп көрсеңіз болады. Сол әрбір өзіңізге қиын түскен жаттығуды көбірек істей беріңіз, сонда reading сізде дамиды. Үшінші бізде writing. Өкінішке орай, writingнан мен бір күшті кеңес беремін деп ойламаймын, себебі өзімнің балым 6-да 5. Бірақ мен өзімнің дайындалған жолымды айта аламын. Бұл IELTS-та да writing task 1 бар, writing task 2 бар. Writing task 1-де бірнеше түрлерден тұрады. Мысалы, ол жерде bar chart, table, map, life cycle, неше түрлі тапсырмалар бар. Әрбір тапсырмасын оқып, сол бойынша өзіңіз эссе жазғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Мен осы сайтты айтуды тоқтатпаймын, себебі IELTS Liz деген сайтта бүкіл керекті көп ақпарат бар. Сол жерде де сізге әрбір writing tasktың түрлері түсіндіріледі, сондықтан соны көрсеңіз болады. Сосын эссе жазғаннан кейін тапсырманы және өз эссеңізді ChatGPT-ға жіберсеңіз болады. Сосын міндетті түрде мынандай промпт жазыңыз: мені IELTS экзаменаторы сияқты writing task 1 критериясы бойынша бағала деп. Ағылшынша жазсаңыз болады, орысша жазсаңыз болады. Менің ойымша ағылшынша жазған дұрыс. Сонда ол сізге кері байланыс береді. Ол жерде бүкіл 4 секциясы бойынша бағаланатын сізге бағаңызды айтады. Сосын қай жерде қате еткен, қандай жерде қатемен жұмыс жасау керек екенін сізге айтып береді. Сондықтан сол жағынан өте жақсы. Келесі writing task 2-де де көп түрлері бар. Agree or disagree, opinion essay, discussion essay деген сияқты. Оны да міндетті түрде сайттан барлығын қарап оқып алыңыз. Не сұрайды сізде, не керек. Және IELTS Liz'дің YouTube-да тағы видеолары бар. Ол әр параграфты, body paragraph, introduction, overview, соның барлығын түсіндіреді, соны кеңес беремін. Сол тоже task 1 сияқты эссеңіз жазасыз, ChatGPT-ға жүктейсіз, ол сізге тексереді. Бір минусы, ChatGPT сізді нақты бағаламауы мүмкін, сондықтан курсты алмай, одан да writing-іңізді тексеретін адам тауып, соған writing-іңізді жіберіп, сонымен сол адаммен тексерген дұрыс. Ол тексергеннен кейін міндетті түрде өз эссеңізді қайтадан жазыңыз. Мысалы, сіз бірінші жазғанда 5-те 5 балын алдыңыз. Кейін қателеріңізді көрдіңіз, қалай басқа перефраз қолдануға болады. Соны түсінген соң 7-де 0, 7-де 5 сияқты бағаларға тура сол тақырыптағы эссені қайтадан жазып алыңыз. Ол сіздің дәптеріңізде тұрсын тапсырмамен бірге, себебі кейін IELTS-қа кірер кезде соларды оқып шығасыз, және сізге өте пайдалы болады. Сол жердегі структура, сөздерді қолданатын боласыз. Келесі бөлім бізде speaking. Speakingті дамыту үшін, IELTS үшін менің кеңес беретін YouTube-та IELTS Speaking Band 9 деп жазсаңыз, сізге көптеген видеолар шығады. Әсіресе IELTS Advantage деген YouTube каналы бар. Сол жерде көп адамдардың балы 9-да 0 жауабымен жауап береді. Сол кезде сіз сол видеоны қосасыз, ана жерде жүргізуші сұрақ қояды. Сіз ол сұрақты естігеннен кейін паузаға қойыңыз да өзіңіз жауап беріп көріңіз сол сұраққа. Өзіңізді экзамендағыдай елестетіңіз, жауап беріңіз. Сосын қайттан видеоны ойнатыңыз да басқа адамның не айтып жатқанын тыңдаңыз. Себебі ол жерде 9-да 0 алған адамның жауабын айтады ғой, сол кезде ол қандай сөздер қолданды, қандай структуралар қолданды. Соның бәрін тыңдап, мән беріп, өзіңізге жазып алып, сол сөздерді қолданыңыз.
бірінші өзіңіз жауап бердіңіз, ютубтағы адамның жауабын тыңдадыңыз, енді тағы да өзіңіз жауап беріп көріңіз, жаңағы адамның сөздерін, сөйлемдерін қолданып. Тура солай жауап берудің қажеті жоқ, бірақ кішкене бір жаңа сөздерді қолдану керек. Немесе бұл міне бір жолы болды. Екінші жолы сіз Google-дан IELTS Speaking Test деп сұрақтарын қарайсыз. Сосын сұрақтарын өзіңіз оқисыз да голосовойға запись жасайсыз. Немесе сразу ChatGPT-да солай өз даусыңызды жазып алсаңыз болады. Сосын қайттан ChatGPT-ға жібересіз да өзіңді IELTS экзаменаторы сияқты елестетіп, мені speaking критериялары бойынша бағала деп жазсаңыз, ол сізге де кері байланыс береді, қателеріңізді айтады. Бір минусы speaking 4 критерий бойынша бағаланады, олардың бірі pronunciation. ChatGPT егер сіз оған жазып жіберсеңіз, ол сіздің сөйлеу мәнеріңізді, акцентіңізді әрине білмейді, сондықтан сол жағынан кішкене кемшілігі бар, бірақ грамматика, қалай сіз басқаша айта аласыз, жауабыңызды күшейте аласыз, сол жағынан күшті көмек береді. Сонымен қатар спикингқа күнделікті практика өте маңызды. Мысалы, мен өз телеграм каналым болатын, тек қана ол жерде мен болатын, өзіме кружочек жіберетін күнімнің соңында. Күнімді сипаттайтын, не істедім, қандай сезімдер сезіндім, соны ағылшынша айтатынмын. Сонда мен күнделікті қолданатын сөздерді қолданатынмын. Егер мен мысалы, мен сабаққа бардым деген сөйлемді дұрыс айта алмасам, переводчиктан жазамын, сосын телеграм каналға сөйтіп айтатынмын. Сонда спикингті сіз күнделікті дамытасыз. Сонымен қатар біз мектепте оқығанда подружкаларымызбен, одноклассницаларымызбен бір-бірімізбен ағылшынша сөйлесетінбіз. Сіз де солай өзіңізге бір study buddy тауып алып, сонымен кездесіп, ағылшынша сөйлесіп, бір-біріңізді тексеріп, солай істесеңіз болады. Осымен видео аяқталды. Бұл видео кішкене қысқа шықты, бірақ бәрібір мен өзім қалай дайындалғанымды және керекті сіздерге кеңестеріммен бөлістім. Егер қызық болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Тағы қандай темада видео қалайсыздар, комментарийға оны да жазуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, IELTS-қа дайындалып жүрген достарыңызға жіберіңіздер. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.